Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ертегіге айналған Түркістан. Тема урока «Сказочный Туркестан». Бүгінгі сабақта хатқа жауап беруді, ақпарат табуды үйренесің. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Сапар, поездка. Кесене, мавзолей. Көне, старый. Тай-казан – это огромный котел, исторический экспонат. Бірінші тапсырма – тыңда, суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Первое задание – послушай, посмотри на картинку, ответь на вопросы. Қазіргі Түркістан қаласы өте әдемі. Мен заманауи саябақта қыдырдым. Саябақтың ортасында шәйнек үлгісіндегі субұрқақ орнатылған. Керуен сарайы кешені ішінде судағы қайық шеруі атты театрландырылған шоуды тамашаладық. Маған жаңа Түркістан ұнады. Енді сұрақ. Ол қай жерде болды? В каких местах он был? Дұрыс. Түркістан қаласында болды. Он был в городе Туркестан. Заманауи саябақта болды. Он был в современном парке. Еще он был керуен сарайы кешені. Это комплекс караван. Екінші тапсырма. Гүлмираның хатын оқы. Сұрақтарға жауап бер. Второе задание. Прочитай письмо Гүлмиры. Ответь на вопросы. Сәлеметсіңдер ме, достарым? Здравствуйте, мои друзья. Мен Түркістан қаласына бардым. Я поехала в город Туркестан. Маған қала ұнады. Мне понравился город. Ол көне қала. Это древний город. Қожа Ахмет Ясауи кесенесін көрдім. Я видела мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи. Тайқазанды көріп, таң қалдым. Увидев тайқазан, удивилась. Қазанның салмағы 2 тонна. Вес котла 2 тонны. Қандай керемет, как здорово. Енді сұрақ, теперь вопрос. Гүлмира қай қалада болды? В каком городе была Гүлмира? Дұрыс. Гүлмира Түркістан қаласында болды. Ол не көрді? Что она видела? Дұрыс. Ол Қожа Ахмет Ясауи кесенесін көрді. Ол Тайқазанды көрді. Үшінші тапсырма. Суреттерді салыстыр. Қала қалай өзгерді? Өз ойыңды айтып бер. Третье задание. Сравните картинки. Как изменился город? Расскажи свои мысли. Вот первый рисунок – это көне Түркістан, древний Туркестан. Второй рисунок – это жаңа Түркістан, новый Туркестан. Посмотрите, какие есть изменения. Тірек сөздер – это опорные слова. Көлік, транспорт, сапар, поездка. Ат-арба – это повозка. Ұшақ, самолет, поезд, топырақ, почва, кесене, мавзолей, сәулет өнері, искусство архитектуры дамыды, развивался. Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, көшіріп жаз. Четвертое упражнение. Вместо многоточий вставьте нужные слова и перепишите. Түркістан қала
Керекті сөздер. Какое слово здесь подходит? Түркістан қала. Қандай қала? Ол көне қала. Дұрыс. Көне — это древний, старый. Мен қыдырдым. Я гулял. Где? Қалада. Правильно, в городе. Қалада бар. В городе есть что? Кесене, саябақ. Значит, это мавзолей и парк. Қала әдемі. Какое здесь слово подходит? Правильно, ерекше әдемі. Город особенно красив. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.